Түркістан облысында ірі жол апатынан 9 адам қаза тауып, 13 адам ауруханаға түсті. Түркістан облысындағы екпінді созақ тас жолында 3 көлік соқтығысып, жан түршігерлік жол апаты орын алды. Анықталғандай, облыстық маңызы бар екпінді созақ тас жолының бойында Nissan, Toyota Camry және Volkswagen Grafter автокөліктері соқтығысқан. Апат салдарынан көлік құралдары өртеніп кеткен. Алдын ала мәлімет бойынша Nissan автокөлігі қарсы бағытқа шығып кеткен. Үш автокөлік соғысты. Жол қойған саласынан автокөліктер өртеніп кетті. Жол көлік оқиғаның орнында 9 адам қаза тапты, 13 адам ауруханаға жеткізілді, 2 адам медицина көмектен бас тартты. Қазір таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Алдын ала анықтаған себебі Nissan X-Trail автокөлігі қарсы бағытқа шығып, Volkswagen Grafterмен соғыстырылған. Түркістан облысы полиция департаменті Түркістан облысы тұрғындары мен қонақтарын жол ережесін сақтап, қарсы бағытқа шықпау, жылдамдықты асырмауды шақырады.